Біздің компанияда 6 түрлі пакетіміз бар. Енді ары қарай қалай табыс табамыз, сол туралы айтайын. Бірінші табыс көзі бізде реферальный бонус. Реферальный бонус бізде 17%. Ол қалай саналады? Қандай пакетке сіздің клиентіңіз тіркеледі, содан 17%-ын сізге компания кабинетіңізге түседі. Енді екінші табыс көзі бізде бинарный бонус. Бинарный бонус. Бинар деген сөзді егер түсінбесеңіздер, бинар деген би, екі деп түсінуге болады. Қараңыздар, екі өзіңіз любой пакетті таңдадыңыз, мысалы өзіңіз VIP пакетті таңдадыңыз, VIP пакетті таңдадыңыз, компанияның условиясы бойынша екі адам тіркеу керек. Сол жақ пен оң жақта. Міне екі адам. Мына жерге VIP пакет тіркедіңіз, мына жерге екінші VIP пакет тіркедіңіз. Сонда қанша табыс көзі сізге түседі. Мына біздің бинарный бонус, сіздің кірген пакетіңізге байланысты процентпен саналады. Ол қалай? Мысалы 20.900-ге бинарный бонус саналмайды. 39.600-ден басталады бізде бинарный бонус. Бұл жерден 50%-пен аласыз. Мына жерде 53%, мына жерде 55%, мына жерде 62%, мына жирный 70%-пен бинарный бонусты аласыз. Ол қалай саналады? Мысалы, әр пакетте бізде бал бар, мына пакетте 1000 бал түседі сізге, мына пакет үшін 650 бал түседі. Солай пакеттерге байланысты балмен саналады. Мысалы, сіз деген бір адамды сол жаққа тіркедіңіз, бір адамды оң жаққа тіркедіңіз. Әр пакетке сізге 1000 бал кабинетіңізде осылай көрініп тұрады. Енді екеуі теңескен кездегі төленетін бинарный бонус. Ол қалай есептеледі? Мысалы, 1000 балды көбейтеміз сіздің өзіңіз кірген пакетіңізге. Мысалы, мына жерде VIP пакетке тіркелген кезде 70%-пен саналады. Сосын оны бөлеміз. Бұл турецкий компания болсын 7,5 лираға. Оны көбейтеміз біздің внутренний курс доллары бүгінгі